Өзі жоқ ғайып адамға жаназа намазы оқыла ма? Шариғат бойынша қайтыс болған мұсылман адамды жуындырып, кебіндеп болған соң оған жаназа намазы оқылуы тиіс. Бұған байланысты қасиетті Құран кәрімде Алла тағала олар үшін дұға қыл, расында сенің дұған олар үшін бір тыныштық деп бұйырады. Жаназа намазын оқу парыз кифая. Ең азы бір адам болса да мәйітке намаз оқу керек. Жаназа намазына қатысуына ешбір жан мәжбүр етілмейді. Ал жаназаға қатысқан адам да сауапсыз қалмайды. Жаназа намазын оқу үшін мәйіттің бар болуы және ол жамағаттың алдына қойылуы шарт. Ханафи мазхабында өзі жоқ, яғни ғайып болған, сондай-ақ көлік үстінде, адамдар қолдарында ұстап тұрған немесе иықтарына арқалап алған мәйітке жаназа намазын оқу дұрыс емес. Пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Хабаш елінің патшасы Нәжашиге оқыған ғайып намазы өзіне ғана тән болған деп түсіндіріледі. Ал мәйіт жаназасыз жерленіп қойылған болса, марқұмның денесі бұзылмай тұрып, қабір басында жаназа намазын оқу қажет. Бұл ретте жаназа намазы қабір алдында құблаға қарап оқылады. Ал бұған да мүмкіндік табылмайтын болса, марқұмның артынан дұға етіліп, ол үшін Құдайдан кешірім тіленеді.